Өмір сүрген жылдары орыстар қазақ даласына зұлымдықпен баса көктеп кірді. Қазақтарды шөбі шүйгін, өзен көлі ақыраған жерлерден ысырып, бетпақтала, созақ, одыра секілді шөлейтті жерлерге қуып жіберді. Сол себепті табиғаты тұрмса қазіргі солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облыстары әлі күнге дейін орысша сөйлеп, құлдық санадан аңлалмай жатыр. Ресей империясының осындай озбырлығын Шортанбай Қанайұлы өз көзімен көріп өсті. Ол өз өлеңдерінде алдағы 500 жылда қазақтарды қандай қорлықта күтіп тұрғанын айтып, түрлі болжамдар жасады. Біз назарларыңызға Шортанбай Қанайұлының дәл шыққан болжамдарын ұсынамыз. Шортанбай мың жыл қайдаған, сары қазы шайнаған, қымыздың судай сапырған, ішіп мас болып ақырған, арқаның жазын қашырған, жылқының етін жеместі, жағаласқан мына жау кетірер сонда сейхун. Осы өлең жолдары арқылы орыстар қазақ халқына тиесілі киіз, жылқы, қымыз, қазы секілді қасиетті нәрселерді тартып алып, қазақтарға түк қалдырмайтынын айтты. Расында да Ресей қазақ жерін отарлаған соң, ғасырдан астам уақыт несібемізді тартып алды. Оның соңы талай рет ашаршылыққа алып келді. Ең үлкен ашаршылық 1930 жылдары болды.